Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып өтсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Жанна 54 жаста еді. Бірақ өзіне қарап, жас әрі белсенді сезінетін. Қарапайым көйлек киіп, шашын жеңіл толқын етіп тарқатқан. Ерін түсі жеңіл қызғылт реңкпен боялған. Көздерінде өмірге деген қызығушылық бар. Бүгін ол құдасының үйінде туыстық кешке шақырылған. Құдасы 38 жастағы жас әрі бойшаң, тартымды. Бірақ әдеттегідей емес, бір түрлі сенімділік пен әзіл сезімі бар. Жанна есіктен кірген сәтте құдасы онымен қарама-қайшы қарап қалды. Бірден жас айырмашылығы байқалды. Бірақ ол Жаннаны таңғалдырмай, керісінше қызықтырды. Жанна апай, мына жаққа отырыңыз. Құдасы жылы күліп, үстелдегі орынға белгі берді. Жанна баяу жүріп барып, орнына отырды. Ішкі даусы: мен 54-шідемін, ол 38-де. Жоқ деу керек еді ғой, бірақ бір түрлі айту қиын сияқты. Кеш басталды. Әдеттегі әңгімелер: тағам, ауа райы, жұмыс, туыстар туралы. Бірақ Жанна мен құда арасындағы әңгімелер бір түрлі жылдам өрбіді. Сіз соңғы уақытта кітап оқыдыңыз ба? Құда сұрады. Иә, бірақ көбіне тарихи романдар. Жанна жауабын берді. Мен болса комедияны жақсы көремін. Күлкілі нәрселерді оқығанды ұнатамын, деп ол әзілдеді. Жанна күліп жіберді. Бір сәтте құдасы үстел үстінде тұрған шыны стаканды сәл ысырып, оның қолына тигізді. Кішкене, бірақ күтпеген жанасу. Жанна ішкі жанарын сезді. Қызық, бір түрлі, бірақ жағымды. Кештің ортасында құдасы Жаннаны балалары туралы сұрады. Бірақ сұрақ өте нәзік қойылды. Жанна жауап беріп жатқанда, құдасының көздері оның әрбір сөзін қызықпен тыңдап тұрғанын байқап қалды. Бір сәтте Жанна өз ойына сүңгеді. Менің сезімімнің ауқымы неге осындай тез өзгеріп бара жатыр? Жас айырмашылығы? Жоқ, бұл бір түрлі тартымдылық. Кештің соңына қарай құдасы: сізбен әңгімелесу өте қызық болды, Жанна апай, деді. Маған да ерекше болды. Жанна жауабын берді, аздап қызарып. Ішкі даусы тағы да қайталанды. Иә, жоқ дегенді айту оңай емес сияқты. Бір түрлі сезім. Бірақ мен оны қалай түсінемін? Кеш аяқталды. Жанна үйге қайтқанда жүрегі бір түрлі дүрс етті. Көз алдына құдасының күлкісі мен жылы көзқарасы жиі келетін болды. Бір нәрсе анық еді. Бұл кездесу тек алғашқысы, ал қызықты әрі қиын оқиға енді ғана басталды. Келесі аптада Жанна құдасының үйіне қайта шақырылды. Бұл жолы кеш тек бірнеше туыс пен жақын достар арасында өтетін болады деп ойлады. Бірақ Жанна ішкі сезімі бір түрлі қобалжыған. Мен неге осындай қатты қызығып отырмын? Жас айырмашылығын бәрібір ұмытып кеттім сияқты. Құдасы сол кеште оны өз жанында отырғызды. Әңгімелер әдеттегідей басталды. Бірақ ер адам Жаннаны бір түрлі назармен, әзілмен сұрай бастады. Сізге қалада демалуға мүмкіндік бар ма, Жанна апай? Көбіне осында ғана отырасыз ба? Деді ол сәл күлкімен. Иә, негізінен балалармен, немерелермен айналысамын. Бірақ кейде өзіме де уақыт бөлемін, деп жауап берді Жанна, ішкі жанарында қызығушылық сезіп. Құдасы үстелдегі тәттілерді ұсынып, Жаннаға біреуін арнайы таңдады. Қарапайым, бірақ күтпеген назар. Жанна кішкене қызарып кетті. Бір сәтте құдасы бұрынғы кездегі әңгімені еске алды. Сіз тарихи романдарды оқисыз деп едіңіз ғой? Соңғы оқыған кітабыңыз қандай болды? Менің соңғысы «Ұмытылған махаббат» атты роман. Бір түрлі, бірақ жүректі қозғайды, деп жауап берді Жанна. Махаббат туралы кітаптар қызық, әсіресе олардағы эмоциялар мен шешімдер. Кейде өмірде кездескендей сезіледі, деді құдасы көзімен Жаннаны бағалап. Жанна ішкі жанарын сезді. Құдасы тек әңгіме айтып отырған жоқ, ол оның реакциясына да мән беріп отыр. Бұл бір түрлі, бірақ тартымды. Кештің ортасында құдасы Жаннаны сыртқа шығуға шақырды. Олар террасаға шықты. Ауа таза, жеңіл жел соғып тұр. Сіз әрқашан осындай белсендісіз бе? Деп сұрады құдасы. Иә, мүмкін сондықтан өзімді жас сеземін, деп жауап берді Жанна. Олар бірге күлді, бір-біріне кішігірім әзілдер айтты. Бір кезде құдасы Жаннаның қолын кездейсоқ ұстап қалды. Жанна сәл үнсіз қалды. Жүрегі дүрс ете түсті. Ішкі жанарында: мен 54-шідемін, ол 38-де.
бірақ осы сәтте жоқ деген ой мүлде жоқ сияқты. Біртүрлі тартымдылық мені қорқытады, бірақ қатты қызықтырады. Кеш соңында құдасы: сізбен әңгімелесу әрдайым қызықты, Жанна апай, деді жылы күліп. Маған да ерекше болды, деп жауап берді Жанна, аздап сызылып. Жанна үйге қайтқанда жүрегі әртүрлі эмоцияға толы болды. Қуаныш, қобалжу, аздап қорқыныш. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ол өз сезімін тереңірек білуге дайын. Жанна мен құдасының қарым-қатынасы кеш сайын біртүрлі жылдам дамып келе жатты. Бұл жолы құдасы оны қала ортасындағы жаңа ашылған кафеге шақырды. Міне, Жанна апай, меніңше сізге бұл жер ұнайды, деді құдасы есіктен кіргенде. Керемет екен, деді Жанна үстелге отыра отырып сәл қобалжып. Қызметкерлер оларды үстелге бастап орнатқаннан кейін құдасы мәз болып мәзірді қарап отырды. Бірақ оның кейпі біртүрлі. Көңілде әзіл мен біртүрлі қызығушылық бар. Сіз тәттілерді жақсы көресіз бе? Деді ол. Иә, шоколадсыз өмірім жоқ, деп жауап берді Жанна сәл күлкілі көзқараспен. Құдасы мәзірден бір тәттіні таңдады да Жаннаның алдына қойды. Міне, сізге арналған тәтті, сынақ көріңіз, деді ол жеңіл күлкімен. Жанна күліп тәттіні алды. Бір сәтте олардың көздері кездесті. Сол жерде ішкі жанарында: мен неге осылай қызығып барамын? Жас айырмашылығы жоқ, тек тартымдылық бар, деп ойланды. Тәттілерді татып отырғанда құдасы кенет бір әңгімені бастады. Жанна апай, сіздің өміріңізде соңғы кезде қандай қызықты оқиға болды? Қызықты. Әрдайым өмір қызықты емес пе? Бірақ кеше немерелермен бірге саябаққа бардық. Қызық болды, деп жауап берді Жанна. Саябақ. Біз де барайық, бірдеңе ойлап табайық, деді құдасы біртүрлі іштей әзілмен. Содан соң олар кешке қалалық саябаққа шықты. Жанна салқын жел мен түнгі жарыққа таңғалса, құдасы көңілді әзіл айтып, кейде қолын сәл тигізетіндей жақындап қалды. Бір сәтте құдасы: сіз әрқашан осындай батылсыз ба? Деп сұрады сәл күлкімен. Батыл. Мүмкін жасырын батылдық бар шығар, деді Жанна ішкі жанарын сезіп. Саябақта оларға кенеттен ескі достар жолығып, сөйлесуге тура келді. Жанна аздап ыңғайсыз сезінді. Ал құдасы бәрін жеңіл әзілмен шешіп, Жаннаны қорғап отырды. Бұл сәт Жаннаны ерекше әсерге бөліп, жүрегін жылытты. Қайтып келе жатып, құдасы бір сәт қолын Жаннаға кездейсоқ тигізді. Бұл жол Жанна өзін тоқтай алмай, жүрегі дүрс ете түсті. Ішкі жанарында: мен 54-темін. Бірақ бұл сәтте жас айырмашылығы маңызды емес сияқты. Біртүрлі тартымдылық, қорқыныш, бірақ мені қатты қызықтырады. Кештің соңында олар кафеге қайта оралып, соңғы қаптама ретінде кофе алды. Құдасы: сізбен уақыт өткізу әрдайым қызық, деді, көзінде жеңіл әзіл. Маған да ерекше болды, деді Жанна, ішкі сезімін тұншықтыра алмай. Жанна үйге қайтқанда жүрегі дүрс ете түсті. Ол тек бір нәрсені білетін: бұл қарым-қатынас енді жай ғана кездейсоқ кездесу емес, әрі қарай қызықты, әрі қиын оқиғаларға толы болатын еді. Жанна үйге келесі күні кешке келгенде, әдеттегідей балалар мен немерелерінің әңгімесімен көңілінен шыққан. Бірақ ойы әлі кештегі кездесуден шықпай, жүрегі біртүрлі дүрс ете берді. Мен 54-темін, ол 38-де. Қалай болар екен, деп ойлады Жанна. Келесі аптада туыстық кеш тағы да бітті. Бұл жолы құдасы бірнеше достармен бірге келді. Жанна өзіне сенімді болуға тырысты, бірақ көңілі шындап қобалжып тұрды. Достар мен туыстар бірден олардың жас айырмашылығына назар аударды. Жанна апай, ол сізден 10-нан астам жас кіші ғой, деді бір танысы сәл таңғалумен. Иә, бірақ екеуі бір-бірін жақсы көретін сияқты, деп жауап берді Жанна, аздап қорқып. Құдасы жай ғана күліп отырды, әзіл қосып. Бізде жас айырмашылық емес, көңіл айырмашылығы маңызды, деді жеңіл күлкімен. Бірақ бір сәтте сөзге араласқан таныс: мына жас айырмашылығы көп қарым-қатынасты ойланбастан бастау қиын ғой, деді сыни үнмен. Жанна ішінен күйіп кетті, жүрегі дүрс ете түсті. Бірақ құдасы оңайлықпен оны қолдап отырды. Әркім өз өмірін өзі шешеді. Бізге бәрін бірге сынап көру керек, деді ол. Сол сәтте Жанна сезді: қоғамның сыны мен жас айырмашылығы нақты қысым болып тұр. Бірақ құдасының қолдауы бар. Кештің соңында олар сыртқа шығып тыныс алды. Жанна құдасына қарап: мен бұны қалай дұрыс түсінемін, деп сұрады сәл қобалжып. Жанна апай, сезін ол жасқа қарамайды. Сіз өз жүрегіңізді тыңдаңыз, деді құдасы жылы үнмен. Жанна ішкі жанарында тағы да ойланып отырды. Қоғам не дейді? Жас айырмашылығы. Бірақ менің сезімім мүлде басқа. Мен оны қалай қабылдаймын?
Осы кештен кейін Жанна мен құда арасындағы қарым-қатынас қайтадан жылдамданып, бұрынғыдан да шынайы әрі шиеленісті болды. Жанна енді тек бір нәрсені түсінді. Егер сезім бар болса, оны жас айырмашылығы мен қоғам қысымына қарамай дамытқысы келеді. Келесі аптада Жанна мен құдасы кездесу үшін қала ортасындағы шағын мейрамханаға шықты. Бұл жолы Жанна өзіне сенімді болуға тырысты, бірақ жүрегі әрбір қадам сайын дүрс ете берді. Мейрамхана тыныш, жеңіл музыка ойнап тұрды. Құдасы Жаннаны қарсы алып, мәз болып мәзірге қарап отырды. Сізге не ұнайды, Жанна апай? Мен сіз үшін таңдап қойсам ба? Деді ол әзілмен. Сіз білсеңіз жақсы болар, деп Жанна жауап берді, сәл қызарып. Таңдалған тағамдарын күтіп отырып, олар өткен аптадағы саябақтағы әңгімелерді еске алды. Саябақтағы сол сәтте сіздің күлкіңіз бәрін өзгертті, деді құдасы сәл жуандап. Жанна көзін сәл жұмып, жүрегі дүрс ете түсті. Ол мені байқап отыр, және бұл ұнайды. Тағам келгенде құдасы бір кішкентай әзіл жасап, Жаннаның стаканын кездейсоқ өзінікіне жақын қойды. Бұл сәтте олар бір-бірімен көз қарасып қалды. Сіз әрдайым осындай нәзік әзілдер ойлап табасыз ба? Деп сұрады Жанна сәл күліп. Кейде, бірақ бұл сізге арналған, деді құдасы жеңіл күлкімен. Жанна ішінен ойланды. Мен 54-темін. Бірақ бұл сәтте жас айырмашылығы маңызды емес сияқты. Жүрегім оның қасында жылылық сезді. Кішкене уақыт өткен соң құдасы: бір нәрсе сұрасам бола ма? Деді, көзінде нәзік қызығушылықпен. Әрине, деді Жанна аздап қобалжиып. Сіз өз сезімдеріңізді қалай қабылдайсыз? Біз бұдан ары қалай боламыз? Деді құдасы ашық түрде. Жанна сәл үнсіз қалды. Ішкі жанарында ойлар аралас: қорқыныш, қуаныш, тосын тартымдылық. Бірақ ол жүрегін тыңдап жауап берді. Мен сезімімді тыя алмаймын. Бұл ерекше сезім, деді Жанна. Құдасы жеңіл күлді, қолын Жаннаның үстелдегі қолына сәл тигізіп. Сізді сезіну керемет, деді жұмсақ үнмен. Кештің соңында Жанна үйге қайтқанда жүрегі дүрс ете түсті. Ол түсінді, енді бұл қарым-қатынас тек көңіл көтеру емес, шынайы эмоциялар мен терең сезімдерге толы болатын еді. Ішкі жанарында тағы да бір ой қайталанды. Мен 54-темін, бірақ енді жоқ деп айту мүмкін емес сияқты. Келесі кездесуге Жанна аздап қобалжыған күйде келді. Ол өзіне: мен 54-темін, бірақ енді сезімімді тыя алмаймын. Бұл қарым-қатынас әрдайым жеңіл бола бермейді, деп ойлады. Құдасы оны мейрамхананың шағын бөлмесінде қарсы алды. Көздері әдеттегідей жылы, бірақ бүгін бір түрлі сезім мен күдік бар сияқты. Жанна апай, кешкісін кофе ішуге қалай қарайсыз? Деді ол. Жақсы, мен үшін, деп жауап берді Жанна, жүрегі дүрс ете түсті. Олар кофе ішіп отырып, әдеттегідей жеңіл әңгіме басталды. Бірақ қазір атмосфера сәл өзгеше болды. Құдасы кенет сәл жақындап, қолын Жаннаның үстелінің шетіне тигізді. Жанна сәл шошып кетті. Ой, кешіріңіз, деді ол, жүрегі дүрс ете түскенін сезіп. Ойланбаңыз, мен жай ғана қолымды демалдым, деді құдасы жеңіл күлкімен. Бірақ ішкі жанарында Жанна сезді. Бұл тек кездейсоқтық емес. Жүрегі жылылықпен толды, бірақ сәл қорқыныш та бар еді. Содан кейін құдасы сәл күрделі сұрақ қойды. Жанна апай, сіз бізге қарым-қатынаста қалай қарайсыз? Біз бұны ары қарай дамытамыз ба? Жанна сәл үнсіз қалды. Ішкі жанарында ойлар: қорқыныш, сезімнің күші, жас айырмашылығы. Бірақ ол шынайы жауап беруге тырысты. Мен өз сезімімді жасырмаймын, бірақ мен қорқамын. Қоғам, пікірлер, жас айырмашылығы, деді Жанна, даусы сәл дірілдеп. Құдасы оны түсіністікпен қарады. Мен түсінемін. Біз бәрін бір-бірімізге баяу жасап, тыңдай отырып жасауымыз керек, деді ол, жеңіл, бірақ шынайы. Бірақ осы сәтте жанжал пайда болды. Жаннаның кішкентай немересі қасынан өтіп, бірдеңе сұрап қалды. Және Жанна оны ұстап, құдасына сәл қатаң қарап: менің ойымша бұл дұрыс емес, деді ол ішкі қорқынышпен. Құдасы кішкене күлді, бірақ оның көздерінде нәзік тартымдылық болды. Кешіріңіз, мен тек ойнағым келді, деді ол, жанарынан сезім байқалады. Жанна ішкі жанарында тағы да ойланып отырды. Мен 54-темін, бірақ бұл сезім мені тоқтатпайды. Қорқыныш бар, бірақ қызығушылық басым. Мен оны қалай қабылдаймын? Кештің соңында олар кофе ішіп,
жеңіл әңгімелермен кешті аяқтады. Бірақ Жанна үйге қайтқанда жүрегі дүрс ете түсті. Ол түсінді. Енді бұл қарым-қатынас тек көңіл көтеру емес, терең эмоциялар мен сынақтарға толы болатын еді. Жанна үйге келген соң кеш бойы ойланды. Көз алдына құдасының күлкісі мен жылы көзқарасы, сонымен қатар соңғы кездесудегі кішкентай жанасулар келді. Бірақ енді ойында жаңа сезім пайда болды. Бірақ бұл тек жас айырмашылық емес. Менің өткен өмірім мен тәжірибемді ол қалай қабылдайды, деп ойлады Жанна. Келесі кездесуде құдасы оны қаладағы кішкентай саябаққа шақырды. Жанна еркін әрі сенімді болуға тырысты. Бірақ жүрегінде біртүрлі қобалжу бар еді. Жанна апай, мен сізбен сөйлескім келеді. Өткеніңіз туралы, деді құдасы сәл нәзілдеп. Өткенім бе? Деп таңғалды Жанна сәл үндемей. Олар саябақтағы бір-бірінен сәл қашықтап отырып, шынайы әңгімені бастады. Жанна өзінің бұрынғы отбасылық өмірін айтып берді. Бірінші некесі, қиындықтары, айырылысу. Көзінен аздап жас шықты, бірақ ол жүрек сырын ашып отырды. Менің өткенім кейде мені қорқытатын білесіз бе? Деді Жанна ішкі сезімін ашып. Құдасы оның қолын ұстап, жеңіл күлкімен, мен сіздің өткеніңізді түсінемін, біз бәрін бірге өткере аламыз, деді ол шынайы. Бірақ құдасының өзі де өткен өмірінің кейбір сәттерін айтты. Бұрынғы қарым-қатынастары, қателіктері, жас кезінде қабылданған шешімдер. Ол ашық сөйлеп, Жаннаның оған деген сенімін арттырды. Мен қателік жасадым, бірақ сіздің қасыңызда болғым келеді, деді құдасы, көзінде нәзік шынайылық бар. Жанна ішкі жанарында ойланып отырды. Менің өткенім ауыр болды. Оның да өткен өмірі бар. Бірақ біз бірге болсақ, бәрін жеңе аламыз ба? Саябақта олар жай ғана отырып, бір-бірін тыңдап, эмоцияларын бөлісті. Бір кезде құдасы, сізді білу мен үшін ерекше. Сізді тек қана жасыңыз үшін емес, сіздің күніңіз бен сезіміңіз үшін бағалаймын, деді ол жұмсақ үнмен. Жанна сәл сызылды. Жүрегі жылылық қатылды. Бұл кездесу екеуінің арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтерді. Тек сыртқы тартымдылық емес, терең сенім мен түсіністік. Кештің соңында Жанна үйге қайтып бара жатып ойланып жүрді. Бірақ бұл қарым-қатынас мені қорқытпай, керісінше өмірге жаңа күш береді. Мен енді ештеңеден қорықпаймын. Бұл кездесу олардың қарым-қатынасының эмоционалды тереңдігін көрсеткен алғашқы сәт болды. Алдағы кездесулер енді тек қызықты ғана емес, кейде қиын сынақтар мен шешімдерге толы болатыны анық еді. Жанна мен құдасы келесі кездесуді қала сыртына, шағын демалыс саябағына жоспарлады. Бұл жол тек өздері, ешкім араласпайтын ортада болу үшін. Жанна жүрегі дүрс ете отырып дайындалды. Сәл ресми, бірақ жеңіл көйлек пен жайлы аяқ киім. Саябаққа жеткенде құдасы оны күліп қарсы алды. Жанна апай, мына жерді көрдіңіз бе? Таза ауа, тыныштық. Бұл біздің үшін, деді ол, көзінде ерекше жылулық бар. Жанна сәл күліп, иә, керемет екен. Мұнда тек біз екеуміз ғана боламыз, деді ол, ішкі сезімін тұншықтыра алмай. Бірнеше минут өткен соң олар көл жағасына келді. Құдасы екеуіне шағын қайық жалдауды ұсынды. Жанна сәл қобалжыса да, келісіп қайыққа отырды. Бірге жүру қызықты болады, деді құдасы жеңіл күлкімен. Иә, бірақ менің теңгерімімді байқап көресіз бе? Деп әзілдеді Жанна сәл қызарып. Қайық қозғалып, олар көлде бір-біріне жақындап отырып, әңгімелерді бастады. Әдеттегідей жеңіл флирт пен әзілдер болды. Бірақ қазір атмосфера сәл тереңірек, интимді сезім бар. Бір кезде құдасы қолын Жаннаның қолына тигізді. Жанна сәл үнсіз қалды, жүрегі дүрс ете түсті. Бірақ бұл сәтте жас айырмашылығы маңызды емес. Бұл ерекше тартымдылық. Кенет жел соғып, олардың қайығы сәл шайқалды. Жанна сәл шошып, құдасы оны ұстап күліп. Қауіп жоқ, менің қасымдамын, деді ол бір түрлі нәзілдікпен. Жанна ішкі жанарында жылылық сезіп, жүрегі қайтадан дүрс ете түсті. Құдасының қолының күшін сезіп, оған сенім пайда болды. Біраз уақыттан соң олар көл жағасында тоқтап, бірге отырған күй сөйлесті. Құдасы Жаннаның көздеріне қарап, мен сізбен әр сәтті бөліскім келеді. Бұл тек алғашқы кезең ғана, бірақ мен шынайы сезімімді жасырмаймын, деді ол жұмсақ үнмен. Жанна ішкі жанарында ойлады. Мен қорқамын, бірақ бұл сезімнің күші, енді мен оны жоққа шығара алмаймын. Саябақтан қайтып келе жатқанда құдасы Жаннаны жеңіл демалыс кафесіне шақырды. Олар бірге жеңіл тағамдар жеп, кішкентай әзілдер мен ойындар арқылы қарым-қатынасты одан әрі нығайтты. Кеш соңында Жанна үйге қайтқанда жүрегі қуанышқа, аздап қорқынышқа және қызықты сезімге толы болды. Ол түсінді. Енді бұл қарым-қатынас тек кездейсоқ кездесу емес, терең эмоциялар мен шыңдалған байланысқа айнала бастаған еді. Келесі аптада Жанна мен құдасы бір-бірімен кездесіп, қала сыртындағы тыныш кафеде отырды. Әдеттегі әзілдер мен жеңіл флирт
аздап өзгергендей болды. Енді әңгіменің ортасында терең сезімдер мен ойлар басым болды. Құдасы кенеттен: "Жанна апай, мен сізге ашық айтқым келеді. Біз қарым-қатынасты ары қарай дамытуымыз керек пе?" деді, көзіне тура қарап. Жанна бірден үнсіз қалды. Сол сәтте жүрегінде қорқыныш, үміт және тартымдылық араласты. Ішкі жанарында ойлады: "Қоғам не дейді? Достар не дейді? Бірақ жүрегім не қалайды? Мен сезімімді жасырмаймын, бірақ бұл оңай болмайтынын білемін", деді Жанна ақырын, даусы сәл дірілдеп. Құдасы оның қолын ұстап: "Мен түсінемін, біз бәрін бірге шешеміз, бірақ мен шынайы сезімімді жасырмаймын", деді ол жұмсақ, бірақ сенімді үнмен. Бірақ кенет кафе есігінде таныстар мен бұрынғы жұмыс әріптестері пайда болды. Олар Жаннаны көріп таңғалса, біреуі сыни пікірін айтты: "Жанна апай, бұл қарым-қатынас дұрыс па? Ол сізден жас кіші ғой", деп сәл өкпелі. Жанна ішкі жанарында қобалжығанмен, құдасы оны қолдап: "Әркім өз өмірін өзі шешеді. Біз бәрін бірге сынап көреміз", деді әзіл қосып. Жанна тыныс алды. Ішкі қорқынышқа қарамастан, құдасының сөздерінен күш алды. Сол сәтте ішкі жанарында ойлады: "Иә, мен қорқам, бірақ енді өз сезімімді тыңдаймын. Мен жоқ деп айта алмаймын". Кештің соңында олар бірге кафеден шықты. Ауа таза, жеңіл жел соғып тұрды. Жанна құдасына қарап: "Мен сізбен болуға дайынмын. Қиын болса да, жүрегім сізді қалайды", деді ол ақырын. Құдасы күліп қолын қайтадан оның қолына сәл кигізді. "Мен де тек сізбен бірге болғым келеді", деді. Сол сәтте Жанна түсінді: енді қарым-қатынас тек эмоция мен тартымдылық емес, шынайы шешімдер мен ортақ сенімге негізделетін болды. Ал алдағы сынақтар мен қиындықтар оларға тек сенімділік пен жақындық әкелетін еді. Жанна мен құдасы қала сыртындағы демалыс аймағына қайта шықты. Бұл жолы олардың қарым-қатынасы бұрынғыдан да терең. Бірақ ішкі шиеленіс әлі бар еді. Жас айырмашылығы, қоғамның пікірі, жеке қорқыныштар. Сол күнгі күн ашық, ауа таза. Құдасы Жаннаны қолынан ұстап, шағын саябақтағы ескі ағаштардың көлеңкесіне апарды. "Мен сізге бір нәрсе айтқым келеді", деді құдасы жүрегі дүрс ете отырып. "Айтыңыз, мен тыңдаймын", деп Жанна жауап берді, ішкі сезімін тыя алмай. Құдасы кішкене жақындап, оның қолын мықтап ұстады. "Мен сізді жақсы көремін. Жас айырмашылығымыз маңызды емес. Мен тек сізбен бірге болғым келеді", деді ол, даусы жұмсақ әрі сенімді. Жанна бір сәт үнсіз қалды. Жүрегі дүрс ете түсті. Ішкі жанарында ойлады: "Мен 54-ші темін, бірақ жүрегім оған толық сенеді. Мен өз сезімімді тоқтата алмаймын". Сол сәтте олар бір-біріне жақындап, жеңіл құшақтасып қалды. Бұл тек алғашқы жанасу еді, бірақ Жанна үшін үлкен қадам болды. Оның ішкі сезімі қорқыныш пен қуаныш, тартылыс пен жауапкершілік араласқан. "Сіз қорқасыз ба?" деді құдасы оның көздеріне қарап. "Иә, бірақ мен сізге сенемін", деп Жанна ақырын жауап берді. Олар саябақтағы орындыққа отырды. Бір-біріне жақындап, күннің батысына қарап отырды. Әрбір тыныс, әрбір жанасу олардың арасындағы сенімділікті арттырды. Біраз уақыттан соң құдасы әзіл қосып: "Міне, енді біз ресми түрде демалыс серіктестерміз", деді жеңіл күлкімен. Жанна да күліп, ішкі қобалжуын жеңуге тырысты. "Иә, демалыс серіктестері, бірақ менің жүрегім ресми емес", деді ол сәл қызарып. Кештің соңында олар бірге үйге қайтқанда, Жанна ішкі жанарында түсінді: енді қарым-қатынас тек флирт пен әзіл ғана емес, шынайы эмоционалды жақындыққа, сенімге және терең сезімдерге негізделетін болды. Ішкі ой: "Мен 54-ші темін, бірақ енді сезімімді тоқтата алмаймын. Біз бірге боламыз, қиын болса да, жүрекке сенемін". Кейінгі кездесулерде Жанна мен құдасы бір-біріне әлдеқайда жақындады. Бірақ олардың қарым-қатынасы қоғам алдында алғаш рет сынаққа түсті. Бұл жолы олар бірге Жаннаның қаладағы бір туған ағасы мен бірнеше танысымен кездесу үшін шақырылды. Әдеттегі достық кеш емес, бұл олардың қарым-қатынасына тікелей сын болатын сәт еді. Ағасы бірден: "Жанна, сенің жас айырмашылығыңды қарасам, бұл расында дұрыс па?" деп сәл таңғалып айтты. Жанна сәл ыңғайсызданды, бірақ құдасы оны қолдап отырды. "Әркім өз өмірін өзі шешеді. Біз бәрін бірге сынаймыз", деді ол әзіл қосып, бірақ сенімді үнмен. Таныстары әртүрлі реакция көрсетті. Біреулері қызығып, біреулері сыни пікір айтып, кейбірі жай ғана таңданды. Бірақ кенеттен әңгімені естіген бір таныс қатты дауыс көтеріп: "Сіз оны шын сүйесіз бе?"
немесе бұл тек қызығушылық па? Деді сәл ренжіген тонмен. Жанна ішкі жанарында дүрс ете түсті. Мен 54-ші темін. Енді жоқ деуге болмайды. Жүрегім сенімді. Ол тыныс алып шынайы жауап берді. Мен шын сүйемін. Бұл жас айырмашылығына қарамай менің сезімім таза және шынайы, деді ол. Даусы дірілдегенмен сенімді. Құдасы оның қолын ұстап көздеріне қарап. Сізді қолдаймын, Жанна апай. Біз бірге боламыз, деді жұмсақ, бірақ мықты үнмен. Сол сәтте ағасымен таныстар сәл үнсіз қалды. Ал Жанна ішкі жанарында: мен қорқамын, бірақ енді ештеңеден тартынбаймын. Біз бірге боламыз. Кештің соңында олар далаға шығып, таза ауада тыныс алды. Жанна құдасына қарап: мен енді қорықпаймын. Біз бірге боламыз, деді ол жеңіл күлкімен. Иә, біз бірге боламыз. Қиындық болса да, бәрін жеңеміз, деп жауап берді құдасы. Бұл кездесуден кейін Жанна мен құда арасындағы қарым-қатынас тереңірек болды. Олар тек эмоцияға емес, шынайы шешімге, сенімге және бір-біріне қолдау көрсетуге негізделетінін түсінді. Келесі аптада Жанна мен құдасы бірге қала сыртына демалысқа шықты. Бұл жол саяхатқа тек екеуі ғана, ешкім араласпайтын тыныш аймаққа барды. Бірақ оларды күтпеген сынақ күтіп тұрған еді. Саяхат кезінде кенеттен ауа райы нашарлап, жеңіл жаңбыр жауды. Құдасы алдын ала дайындықсыз келгендіктен екеуі шағын ашық алаңда қалды. Жанна сәл қобалжыған, ал құдасы тыныштық сақтауға тырысты. Жанна апай, қорықпаңыз, бәрі жақсы болады, деді ол қолын ұстап. Иә, бірақ мен біраз қобалжып тұрмын, деп жауап берді Жанна сәл дірілдеген даусымен. Жаңбыр астында олар бірге паналауға тырысып, бір шатырдың астына кірді. Бір-біріне жақындаған сәтте құдасы жеңіл күлкімен: міне, енді біз шынайы команда болдық, деді. Жанна да күліп, бірақ ішкі жанарында ойлады: бұл тек физикалық жақындық емес, біз бірге сынақтан өттік. Жүрегім оны мойындады. Біраз уақыт өткен соң жаңбыр тоқтап, күн шықты. Бірақ олар екеуі де аздап сулап, салқындық сезінді. Құдасы Жаннаны қолынан ұстап: біз бәрін бірге еңсереміз. Бұл кішкене сынақ бізді тек жақындастырды, деді жылы үнмен. Жанна ішкі жанарында сезінді. Бұл сынақ олардың арасындағы байланысты нығайтып, сенімділікті арттырды. Екеуінің арасындағы алғашқы қиындық енді жеңіл күлкі мен бір-біріне деген сүйіспеншілікке айналды. Мен енді ештеңеден қорықпаймын. Біз бәрін бірге өткере аламыз, деді Жанна. Иә, біз бәрін бірге еңсереміз, деп қуанышпен жауап берді құдасы. Кештің соңында олар шағын саябақта отырғанда, күннің батысына қарап, бір-бірінің қолын ұстап отырды. Жанна түсінді. Қарым-қатынас енді тек эмоция емес, нақты сынақ арқылы шынайы сенім мен махаббатқа айналды. Жанна мен құдасы бір-бірін толық түсініп, сенім мен сүйіспеншілікке негізделген қарым-қатынасқа қол жеткізді. Екеуінің арасындағы жас айырмашылығы, қоғамның қысымы және өткен өмірдің ауыртпалығы бәрі бірге еңсерілді. Бұл жолы олар қала сыртына шағын демалысқа шықты. Күн ашық, ауа таза, саябақта адамдар аз. Екеуі бірге жайлы орындыққа отырып, қол ұстасып отырды. Жанна апай, біз бәрін бірге еңсердік. Қиындықтар болды, бірақ бәрі осындай сәттер үшін, деді құдасы жеңіл күлкімен. Иә, мен енді қорықпаймын. Біз бірге боламыз, бәрін бірге өткіземіз, деді Жанна, көзінде жылылық пен сенім бар. Бірнеше минут үнсіздікпен отырғанда Жанна ішкі жанарында ойлады: мен 54-темін, ол 38-де. Бірақ енді жас айырмашылығы маңызды емес. Біз бір-бірімізге толық сенеміз. Бұл қарым-қатынас шынайы, ештеңеге тәуелді емес. Құдасы кенет қолын Жаннаның иығына қойып: болашақта да осылай бірге боламыз. Әр сәтімізді бағалаймыз, деді жылы үнмен. Жанна күліп, оған жақындап: менің жүрегім сізге толық сенеді, деді. Осы сәттен кейін олар саябақта бірге ұзақ серуендеді. Бір-бірімен әзілдесіп, өткен қиындықтарды еске алып, болашаққа жоспар құрып отырды. Екеуінің қарым-қатынасы енді тек эмоция емес, нақты сенім, сүйіспеншілік пен ортақ шешімге негізделген. Қорытынды ой: біз жас айырмашылығы мен сынға қарамастан бірге болдық. Қиындықтар болса да, шынайы сезім мен сенім бәрін жеңеді. Бұл қарым-қатынас біздің екеумізге арналған шынайы махаббаттың үлгісі. Келесі күннен бастап Жанна мен құдасы бірге өмір сүруді, қызықты кездесулер мен жаңа тәжірибелерді бөлісуді жалғастырды. Олар енді әр сәтін бағалап, бір-біріне толық сенім мен сүйіспеншілік сыйлайтын болды. Финал. Жанна мен құдасының махаббаты жас айырмашылығына қарамай, қоғам сындарын еңсерген, шынайы сенім мен эмоцияға негізделген махаббат үлгісі болды. Олар бірге болудың қуанышы мен қиындықтарын бірге қабылдап, болашаққа сеніммен қарады.